Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз тағы да компьютер фишкаларымен бөлісетін боламыз. Бүгінгі біздің бөлісетініміз скриншот жасау программасын қалай орнату керек, сол туралы ақпарат айтатын боламын. Олай болса кеттік. Канал ұнайтын болса, басқалармен бөлісіп, комментарий қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Олай болса, біз бірінші кезекте Яндекс браузер болсын, қай браузер болады, өздеріңізге қолайлы браузерге скриншот программа компьютер деп жазуларыңыз керек. Сол кезде сол арнайы көрсетілген программа шығатын болады. Скриншот деген ағылшынша. Сол программаға кіре отырасыздар да, мына жерде тұрады скачать деп, жоғары жақта сол скачать деп басасыздар. Содан кейін загрузка бөліміне түседі. Сол загрузка бөлімінен кіресіздерді установить деп жазасыздар. Қазір бізде установка жасалып жатыр. Өзі тез көшірілетін программа, тез орнатылатын программа. Я принимаю деп далее дегенді басасыздар, уже сіздердің компьютерлеріңізге программа орнатылады. Уже бізде орнатылды. Онан кейінгі қадам орнатылған программаны біз тексеріп көреміз. Яғни мына жерде тұрған суреттерді, скриншоттың суретін біз былайдан үлкен тереземен өрет етіп бүкіл жерін келтіріп аламыз. Сол кезде мына жерде копирование дейсіз бе, жоқ сохранить дейсіз бе. Оның болмаса мына жерде көрсетілген өзінің белгілері арқылы сіздер әрбір белгіні пайдаланып жұмыс жасауларыңызға болады. Өте қолайлы, сіздерге ұнайды деген сенемін. Өйткені бұл программа ноутбук, компьютер, моноблок, тағы басқадай компьютерге қатысты дүниелердің барлығына келе беретін программа. Пайдаларыңызға жарасын. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар. You